Ya Allah, şükür etем sağın жараткан ем. Şükür etем. Менің өз аяғыммен жүріп жүргеніме шүкір етем. Тамақты ал, мына қолмен, сенің берген жаратқан қолмен аузыма жеп жатырмын. Көзім көреді, иіс сеземін, жатамын, тұрамын, жүремін, жүрегім соғады. Қаным айналып жатыр тамырымнан. Аллах тағалам, жегенім алдында, жемегенім артында. Аллах тағалам, бүткіл миллион халықтың ішінен, миллиардтаған халықтың ішінен сен мені таңдап, маған намаз бердің. Мен альхамдулилля мұсылман болдым. Мен маңдайымды сәждеге тиіп намаз оқыттың, Аллах тағалам. Маған орамал бердің. Мені мұсылман қылғаныңа шүкір, Аллах тағалам. Ағайын туыс бауырлардың барлығы қасында. Анам шүкір, аман есен. Тірі бауырлардың барлығы көз алдымда. Семьям, бала шағам, күйеуім көз алдында. Аллах тағала, мен оларды сүйемін, құшақтаймын, иіскеймін, жақсы көремін. Аллах тағалам, келген проблемам барлығынан шығарып жіберіп отырсың, Аллах тағалам. Рахмет саған. Барлығына рахмет, барлығына рахмет. Ішіп жеп жүрген барлығына рахмет, Аллах тағалам. Сен сондай ар-рахман ар-рахимсің ғой, өте мейірімдісің, өте мейірімің шексіз, маликул мульк, бүкіл билік сенің құзырында. Әлі латиф, өте жұмсақсың. Көрушісің, білушісің, естушісің, Аллах тағалам. Ла хаула ва ла қуввата илля биллах. Сенен басқа ешкім жоқ. Сен жалғызсың, Аллах тағалам. Рахмет саған. Мынау қазіргі өміріме шүкір етем, Аллах тағалам. Менің өміріме жете алмай жүрген адам миллион адам. Аллах тағалам, рахмет саған. Барыма да, нарыма да рахмет саған. Мұсылман болып ұйықтап, мұсылман болып оянып жатқаным үшін рахмет, Аллах тағалам. Тәубе есігім всегда ашық. Кешірім сұраймын сенен, Аллах тағалам. Сенен сөйлесіп аламын, сенен кешірім сұраймын, саған жылап аламын. Сен менің жүрегімнен де жақынсың, Аллах тағалам. Всегда мені естисің, көресің. Мен күнә жасаймын, күнәларым бар. Күнәсіз пенде жоқ, Аллах тағалам. Сонда да сен жақсы көресің. Әлемдердің раббысысың, Аллах тағалам. Сен күн фаякун десең, бола қалады, барлық нәрсе бола қалады. Мақтауға тек қана сен лайықсың, Аллах тағалам. Басқа ешкім емес. Бір ғана Құдай бар. Сен таухид деген осы. Алладан басқа тәңір жоқ. Ла илаха илlallah, Алладан басқа жаратушы Құдай, тәңір жоқ. Ең тап-таза дін исламды бердің, Аллах тағалам. Рахмет саған. Барлығына рахмет саған. Шүкір айтам. Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Субханалла, бүткіл кемшіліктен пәксің. Аллаху акбар. Ұлысың ғой сен, Аллах тағалам сен. Аллах, единый Бог. Спасибо тебе за все, Аллах. Аллах тағалам, мен өлген кезінде менің күйеуім, бала шағам, менің ата-анам, бауырларым барлығы, таныстарым барлығы ең соңғы сөз шын жүрекпен айтылған калима болсыншы, Аллах тағалам. Мен өзімді күніге ойлаймын, күніге. Адам жан тапсырған кезінде либо тозақ, либо жәннат болады. Либо саған тозақтың киімін, сасып кеткен киімін кигізіп алып кетеді саған қарай. Немесе жәннаттың киімін алып келіп кигізеді. Жәннаттың мешіттері себілген киімді кигізеді. Мен соны армандаймын, Аллах тағала. Мен қашан өлетінімді білмеймін, қашан кететінімді білмеймін, сен ғана білесің. Бірақ Аллах тағалам, мен ең соңғы сөзім калима болсыншы, шын жүрекпен айтылған ла илаха илlallah Мұхаммад Расулулла деп, және еш жерім ашық-шашық болмай, осылай хиджабта дәретпен мені жәннатқа алып кетші, Аллах тағала.
Мен осы күнге уайымдаймын. Мен қайғыразағын уайымдаймын, Аллах тағалам. Кешірші. Сен Алғафурсың ғой, Аллах тағалам. Сен кешірімдісің ғой. Кешірші, Аллах тағалам. Өзіме зұлымдық жасағаным үшін кешірші. Я люблю тебя. Мен сені қатты жақсы көремін, Аллах. Я люблю тебя. Сенің қалауыңмен өмір сүріп жүрмін, Аллах тағалам. Қазір әрбір жүрегім түп деген сайын сені рұқсат сұрайды. Сен жоқ десең мен кетемін. Барлығы сенің мейірімділігің, сенің рахымдылығыңның арқасы. Мен бәрін білемін. И осы нәрсені осы өмірде маған білдірткенің үшін рахмет. Мен Құдай сақтасын жаман жолға түсіп, ішіп, алқашып кеткен жоқпын. Аллаға шүкір. Маған сондай ата-ананы берді. Мен осындай дәрежеге жеткізіп тәрбиелеген менің бауырларым честно, справедливые. Осындай дәрежеге жеткізгенім үшін мен елдің алдында мені адамдар намазға шақырып дұға қылып, телефонның ар жағынан болса да қаншама халықты сен идіріп қойдың, Аллах тағала. Мен емес, мен ешкім емеспін, Аллах тағала. Мен сенің пендемің болды, құлыңың болды. Соның барлығын идіріп қойып отырсың, Аллах тағала. Ол сенің арқаң. Я это все знаю. Я хочу, чтобы весь мир это знал, что Алланың қалауымен біз өмір сүріп жүрміз. Біз ешкім емеспіз бұл өмірде. Рахмет. Мені осындай контентпен мені блогер қылғаныңа, Аллах тағала. Осы тура жолмен кетейінші, до конца өлгенше. Осы абыройымнан айырмашы, Аллах тағала. Мен және де соған себепкер болған менің ата-анам, менің күйеуім себепкер болды осы блогерге түсуіме. Аллах тағалам дұға тілектерін қабылдайыншы. Қазір мен сенен искренне сөйлесіп тұрмын, бала. Видео түсірмесем де болады еді, бірақ пайдасы тиіп қалар адамдарға деп жатырмын. Шын жүрекпен сөйлесіп тұрмын Алламен. Шын жүрекпен. Аллах тағала, я Рахман Рахим, я Рахман Рахим, я Рахман Рахим. Аллахума солли аля саййидина Мухаммад, Аллахума солли аля саййидина Мухаммад, Аллахума солли аля саййидина Мухаммад. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсыншы. Мына от апатынан, су апатынан, барлығынан сақташы. Балалы боламай жүргендерді бала бер. Машина, үй аламай жүргендер бер, соның барлығын дүние аттарынан жүгірсінші, Аллах тағалам. Барлығының альхамдулилля мұсылман қылып, маңдайлар сәждеге етіп, 5 уақыт намазды қаза қылмай шын жүрекпен оқыны, Аллах тағалам нәсіп етсе өзі. Ең соңғы сөзі шын жүрекпен айтылған калима болсын. Барлық дүние жүзіндегі адам барлығына дұға қылып жатырмын. Тек қана мұсылмандарға емес. Аллах тағалам деніміз сау, барлығымыздың өмір жасымыз ұзақ болсын, қарыз кіретін барлығынан құтылып, шынайы мұсылман бол. Ля иляха илlallah болсыншы жүрегімізде. Сенен басқа тәңір жоқ деп, саған серік қоспай, саған құлшылық етіп, Аллах тағала сен пайғамбарды жібердің ғой бізге. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бізге дінді қандай әсем қылып жеткізді. Оның қасында сахабалары қалай жеткізді бізге, алейхиссалам. Рахмет. Осының барлығына рахмет айтамын. Дұға тілектеріміздің барлығын қабыл етші, Аллах тағала. Әрбір отбасыда береке, ризық, несібені мол қылшы. Әрбір отбасы, әрбір адам 2-3 миллион тапсыншы айына, 10 миллион тапсын, күніне миллион тапсын, Аллах тағала. Бірақ берекелі қылшы. Табыстары мол бол. Мынау денсаулығы нашар болып тұрған адамның барлығын Аллах тағала шипаңды беріп аяқтарынан тұрғызшы. Оқуға түсе алмай жүргендерді оқуға түсіріп, үйлене алмай жүргендерді үйлендіріп, тұрмысқа шыға алмай жүргендерді тұрмысқа шығар. Елімізде бейбітшілік, ислам, дін болсыншы, Аллах тағала. Я люблю тебя, Аллах. Ты со мной всегда и везде. Я люблю тебя, Аллах. Люблю очень сильно.